Индияда орташа жалақы айына шамамен 30 мың, 35 мың рупий шамасында, шамамен теңгеге айналдырғанда 160-200 мың теңге. Бұл көрсеткіш мамандыққа, жұмыс тәжірибесіне және қалаға байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, IT саласында немесе ірі қалаларда жалақы бұдан да жоғары болуы мүмкін. Мысалға, мына кір жуушылар қанша алады деп ойлайсыз? Комментке жаза кетіңіздер. Осы жерде кір жуады екен айқай. Hello, namaste. Namaste. How are you? Fine. Байқасаңыздар, кілең еркектер. Мына жақта жуады, тазалайды. Ана жақта, арғы жақта бұрышта жинайды, кептіреді. Сондай. Бүкіл Индияның, бүкіл Делидің демей қояйын енді. Осы районның бүкіл киімдерін осы кісілер жуады екен. Индияда кірді қалай жуады екен деген сұрақтарына жауап. Осылай жуады, осылай. Сұрап едім, бұл кісілердің жалақысы 20 мың рупий мен 25 мың рупийдің аралығында. Біздің теңгеге айналдырғанда 120 мың, 130 мың сондай шамада болады.